Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын тойымды, дәмді, керемет тағамның рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Бұл тағамның ерекшелігі пеште дайындалады. Қажетті заттарды табамызға жайғастырып, пеште пісіріп аламыз. Ең бірінші тартылған етімізге ұсақтап туралған пиязымызды салып, татымына қарай тұз, дәмдеуіштер салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып дайындаймыз. Сонан соң сармай жағылған табамыздың үстіне үкіштен өткізілген картопымызды бір тегіс етіп, барлық жеріне бірдей етіп жайып шығамыз. Татымына қарай тұз, бұрыш салып дайындаймыз. Достар, толық құрамды описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, жасап көрсеңіздер болады. Өте керемет дәмді тағамдардың бірі. Келесі кезекте үстінен майонез жағатын боламыз. Майонезді де барлық жеріне бірдей етіп, жағып шығамыз. Достар, бұл тағамның атауы мясо по-французски деп аталады. Майонезді барлық жеріне бірдей етіп, тегістеп жағып аламыз. Сонан соң алдын ала дайындап қойған етімізді барлық жеріне тегістеп, біркелкі етіп жайғастырып шығамыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен түрлі пайдалы, дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Етіміздің үстінен майонез жақтық, сонан соң үкіштен өткізілген сәбізімізді де бір тегіс етіп, барлық жеріне жайып шығамыз. Сәбіздің үстінен үкіштен өткізілген картопты салатын боламыз. Картоптың үстінен тағы да майонезді бір тегіс етіп жағып шығамыз. Келесі 3 жұмыртқаға жарты шай қасық тұзымызды салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз да, тағамыздың үстіне барлық жеріне бірдей етіп қасықтың көмегімен құйып шығамыз. Осы арада пешімізді қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Дайын болған тағамымызды 180 градуста 45 минут пісіретін боламыз. Пісуге 5 минут қалғанда пешімізден шығарып, үстінен үкіштен өткізілген сырымызды сеуіп, қайта пешке салатын боламыз. Міне осымен біздің тамағымыз дайын болды. Жасалуы өте оңай. Қажетті заттарды описание бөліміне қалдыратын боламын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сөзсіз. Егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдырсаңыздар да болады. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Ас болсын!